жерде кейде қара бұлт айды бөктеген, үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Алықсып жатып содан соң кетемін ұйықтап, ұйықтап кетсем түсімде сәйгүлік көрем. Менен де шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан қорғып өтемін заңғарларда тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан да пак. Құлсындымын бұл күнде айдыны қырау, қай жаққа апарып көмермін қайғыны мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау. Менен де шабам алдымнан аңғарлар қаптап, таулардан қорғып өтемін заңғарларда тап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым арманнан да пак. Ассалаумағалейкум елім менің. Мен бүгін Сарыарқаның беліндемін. Нар қазақ нардан құлатпаған, сіздерде құлатпас деп сенімдемін. Басы иіп тектісімен ардағына, бармақтай бақ қондырып бармағына, жанарын күн нұрымен қайрап шығып, қайраттың ұлы мәди келді алдарыңа. Тумай жатып бәрін білген бәленің, бәденгесін теріс киген бал едім. Өзіме тән бар болатын дүнием, өзіме тән бар болатын әлемім. Тіршіліктің тауып жүрген есебін, тірілердің бәріменен дос едім. Шамын қағып жүретігін көшенің, көршіміздің ұрлап мінген есегін. Ұқсамаса, ұқсамасын жорғаға, екеумізді шақырушы ед жолғана. Есениннің жатқа оқитын жырларын, есегіне теріс мінген сол бала. Қара шашы, секілденген қара түн, бұлайғы жұрт біле білмес көп атын. Сол ауылда әр әдемі, әр жас, орыс тілі апайымыз болатын. Жүрегіне қадалғандай сан ине, мұңлы көзбен қараушы еді фәниге. Өзіне тән бар еді ішкі есебі, өсегі де таусылмайтын әрине. Аңғал қызау, алданған ғой есауыл, сол кездегі аңқау бала асауыл. Кім алдайды, неге алдайды, неге деп, ойланғанда мұңға батып кететін мен неше ауыр. Сүйенгендер тіріменен жағына, мұң салуға құмар еді жанына. Оны көрсе сыбырласа қалатын, тіпті алдың кемпірмен шалада. Қыз баладай, кей мінезі күлкілі, иіс судың бар едонда түр-түрі. Көп ойланып, апайыма содан соң қашықпын деп өлең жаздым бір күні. Алшысынан түсті дебем асығым, ертесінен қабақтан соң жасырын. Іштен жауып мұғалімдер бөлмесін, мен оңашалып қалды ғашығым. Содан көзбен қарап сәлмәнсіз, бауырына басып мені қорғансыз. Әттең, баласы ғой деді де жылады бір армансыз. Жылады бір, жылалай бір жанымен, жүрегінен жас боп аққан қанымен. Сондағыдай мұңға толы қарасты, ешкімнен де көргенім жоқ мен әлі. Бәрінен де сол қарасы болды ауыр, жан жағымнан соққандай боп сандауыл. Одан кейін ешкім көрген жоқ оны, орыс тілі апайсыз қалды ауыл. Мен білмеймін қайда екенім екенін, оны ойласам мұңға батып кетемін. Бір 10 жасқа есейдім мен сол күні, сондықтым мен махаббаттың екенін. Солай достым, кімге ұстатсын қасқарман, әр тағдырда бар құпия астарман. Осылайша менің алғаш өлеңім махаббаттан соққы жеумен басталған. Жеке, рахмет. Мен күйеу аламайтын керетпін, артын қара кесек. Мәди деген жігітке кішкене қошамет. Соның командасы осы тойды жасайтын стол емес, тойды жасайтын тамада дейді ғой мына жігітке. Өте рахмет. Енді мына жерде Мәди ініміз, біздің баламыз тойды жақсы өткізді деп ойлаймын. Енді осындай творчестволық жетістіктерге жете беріңіз. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой енді жоғары оқу орнында Қырғызстанда оқып жатырмын деп.
творчестволық табыс тілеймін сізге. Енді денсаулықтарыңыз зор болсын, семьяда бақытты болыңыздар. Әмин аға, рахмет, айтқандарыңыз келсін. Рахмет аға. Тың ұлы, Мәди, мен болам. Красавчик. Қадірменді қалай, құрметті тойшыл қауым. Бүгінгі той осымен аяқталды. Уақытта біраз жерге таяп қалды. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын. Сіздің тойда кездескенше.